Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Азиза. Бүгін біз осындай дәмді голубцы дайындайтын боламыз. Ең алдымен голубцыға қажетті ингредиенттерді дайындап аламыз. Ол фарш, күріш және капуста. Күрішіміз тез пісу үшін оның үстіне қайнаған су құйып 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Капустаны жапырақтарынан тезірек ажырату үшін капустаны ыдысқа салып, оның үстіне ыстық қайнаған су толтырып құйып, қақпағын жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Осы аралықта біздер голубцыйдың тұздығын дайындап аламыз. Ол үшін бізге пияз, сәбіз және болгар бұрышы қажет болады. Ең алдымен табамызға сұйық май құйып, оның үстіне ұсақтап пиязды турап саламыз. Пиязды 2-3 минут қуырып алғаннан кейін, оның үстіне сақтап туралған сәбізді салып, 2-3 минут қуырып, оның үстіне 1-2 қасық томат пастасын қосамыз. Және болгар бұрышын қосып, 2-3 минут араластырып қуырғаннан кейін қақпағын жауып, баяу отта 4-5 минутқа қалдырамыз. Енді голубцыйдың фаршын дайындаймыз. Ол үшін фаршқа күріш, тұз, бұрыш және 1 жұмыртқа қосып, барлығын араластырамыз. Міне біздің фаршымыз дайын. Енді ыстық суда тұрған орам жапырағымызды, яғни капустамызды алып, оның жапырақтарын бір-бірлеп бөліп аламыз. Кейін әрбір жапырақтың осылай астыңғы жағындағы қатты бөлігін пышақпен кесіп алып тастаймыз. Содан соң жапырақтардың ішіне фаршымызды салып, әдемілеп ораймыз. Дәл осылай барлық голубцыйымызды дайындап аламыз. Осылайша барлық голубцыйымызды дайындап алғаннан кейін алдын ала дайындалған тұздығымызға салып, оның үстіне ыстық қайнап тұрған суды құйып, орта температурада 40-50 минутқа дейін қалдырамыз. Міне голубцыйымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.